балам дайын бол, бүгін қаладағы әпкеңнің қызы бізге келеді. Бірақ бұрынғыдай ұрыспай, қырылыспай жүріңдер. Аружан ба? Ол біздің фирмада не істейді? Қалада тағы да қиындыққа тап болыпты. Біраз уақыт осында тұрып тәртібін түзесін деді. Мен жұмысқа кеттім, келгенде дұрыс қарсы алмақ ма? Бұл жолы бұрынғыдай басыма бәле болмайды деп үміттенемін енді. Осы сасық фирмада жұмыс істеп өмірің жайлы жақсы ойланатын боласың. Мам, қайтайықшы қалаға. Мына ауылды жек көремін. Болды, көп сөзді қой, осы ауылда қаласың. Тоқташы, мынау Адик па? Қалай өзгеріп кеткен? Мәссаған, Аружан қатты өзгеріп кетті. Жота, бұл фирма маған ұнай бастаған сияқты. Сәлем, Аружан. Сәлем, Адик, өзің кәдімгідей красавчик болып кетіпсің ғой. Аружан, бұл бір түрлі естіліп тұр, біз туыспыз ғой. Сол мені тоқтатады деп ойлайсың ба? Ой, олай демеші, оның үстіне менің қызым бар қазір. Қанша қашсаң да бәрібір менікі боласың. Мына қыз шынымен маған ғашық болып қалған ба? Егер солай деп ойласаңдар, достар, лайк басып кетіңдер. Қош келдің жаным. Рахмет тәте, біраз уақыт мазаларыңызды ала тұрамын енді. Жарайды, ештеңе етпейді, мен жұмыста көп боламын, сондықтан Адик саған көмектеседі. Уайымдамаңыз тәте, біз Адик екеуміз өте жақсы тіл табысамыз. Жарайды, үй осы, өз үйіңдей көр. Бүгін қатты шаршадым, ұйықтайтын сияқтымын. Ұйықтайсың ба? Ал менің мүлде ұйқым жоқ. Аружан, түн ішінде бөлмеме не үшін келдің? Сенімен сөйлескім келді, не болды сонша? Бұл дұрыс емес, білесің ғой өзіңде. Ой, маған бәрібір. Қазір шық, біреу көріп қойса қазір қиын болады екеумізге де. Көрде тұр, Адик мені қайтарғаның үшін әлі де өкінетін боласың. Сәлем, Адикті көрмедің бе? Ол әлі ұйықтап жатыр, мен енді ғана оның бөлмесінен шықтым. Не, сен онымен бірге түн өткіздің ба не? Кешір, бірақ бәрін өзің түсінген шығарсың. Адик маған бұлай істейді деп вообще ойламаппын. Адиктің қызы соншама қызғаншақ деп ойламаппын. Жарайды, Адик по-любому менікі болады. Аружан, Жаня неге жылап кетіп қалды? Білмедім, сөйлесіп тұрғанбыз, кенеттен өзімен өзі жылап кетіп қалды ғой. Қалай ол өзімен өзі жылап кетіп қалады? Сен бірдеңе дедің ба оған? Жоқ, ештеңе демедім. Неге сен менен көре бересің бәрін? Ой, жақсы, қойшы, кеттім мен. Қарашы, бұны қызына бірдеңе болса сразу шауып кетеді, подкаблучник десе. Кетші, Адик, сені көргім келмейді. Не болды, неге жылап тұрсың? Сен шынымен Аружанмен бірге болдың ба? Не? Жоқ, ол өтірік айтып тұр. Ол сендер бірге ұйықтадық деді. Өтірік айтады ол, Жаня, сенбеші оған. Бірақ сендер туыс емессіңдер ма? Сол үшін бұндай нәрсе болу вообще мүмкін емес. Жарайды, саған сенемін. Тоқта, Аружан бұдан оңай құтыла алмайды, мен одан кек алам бәрібір. Мен оны кішкене сабасына түсіремін. Қалай? Менде жоспар бар. Кім бұл? Менмін, есікті ашшы. Қазір мені бір жаққа алып барасың ба? Иә, саған ерекше жер көрсетемін, жүр. Адик жота қызық болып кетті ғой. Иә, жүр артынан. Бұл қора ғой, неге мені қораға алып келдіңдер? Иә, бұл қора сен сияқты өтірікшілерге арналған жер ғой. Сендер шынымен осылай істеп жатсыңдар ма? Адик, сәл артық кетіп жатқан сияқтымыз. Кешіріңдер, мен бұны бәрін бекер жасаған жоқпын. Не айтқың келіп тұр сонда? Мен жақында бір құпия білдім. Қандай құпия? Біз шын мәнінде туысқан емеспіз. Не? Бір күні анамды басқа еркекпен көрдім, кейін олардың әңгімесін естіп қалдым. Сол кезде шындықты білдім. Сонда сенің нағыз әкең басқа адам ба? Иә, ал анам болса мені жылдар бойы алдап келген. Сондықтан анамнан кек алғым келеді, бірақ маған сенің көмегің керек. Қандай көмек? Біраз уақыт менің жігітім болып ойнайсың. Қумаш, сен серьезно айтып тұрсың ба? Иә, осылай анамды шындыққа айтуға мәжбүрлеймін. Бұл рас па, Аружан? Иә, тек уақытша ғана. Жарайды, маған ұнамаса да келісемін. Осылайша Адиктер Аружанның анасынан кек алғысы келеді. Ай, не деген ұзақ жол еді. Аружан, тағы бір нәрсе бүлдірдің ме екен? Не үшін бәрімізді жинадың? Өйткені мен шындықты айтқым келеді. Біз Адикпен кездесіп жүрміз. Не айтып тұрсың? Сендер туыс емессіңдер ма? Жоқ, біз туыс емеспіз. Ал сен оны жақсы білесің. Өйткені мен сенің көңілдесіңнен туған қызбын. Олар оны қайдан біліп қойды екен? Иә, бұл рас. Не? Вот, енді біздің жоспар іске асты. Иә, енді бәрі шындықты білетін болады. Не, Мағрипа? Кешіріңдерші, мен ол кезде ақымақ болдым, шынымен. Жағдайдың бәрі осылай ушығып кетеді деп ойламадым. Балалардың айтып тұрғаны расымен ба? Егер рас болса, онда саған қиын болады, Мағрипа. Жоқ, жеңше, мен сізге бәрін түсіндіремін. Бергел, Мағрипа, сен оңайлықпен қашпайсың. Қазір мен саған бәрін түсіндіремін. Не үшін келдім бұл ауылға? Мен қалаға қайта ораламын. Бұл жолы мүлде басқа адам болып. Өзіңе абай бол, Аружан. Рахмет, Адик, бәрі үшін. Ол менің жігітім екенін ұмытпа. Уайымдама, оны жақсылап бақылап жүр. Аружан шынымен өскен сияқты, иә? Қумаш, мен бұрыннан үлкен қызбын. Не болды сонша Аружан дей бердің ғой? Ой, жоқ, просто қарындасым ғой. Уже қарындасым емес екен ғой уже. Бірақ Аружан сонда да өскен, бұрында қанды шеберуші. Жақсы, жазғы каникулда келемін. Иә, Аружан, пока, кездескенше. Достар, егер видео ұнаған болса, лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңдар. Сол кезде сериялар тезірек шығатын болады. Сосын қай персонаж саған ұнады, соны комментарияға жазуды ұмытпа.